Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздерге қазы духовкада пісіру жолымен бөлісетін боламын. Қазыды пісіру маринаттау жолы қазақша рецепт өте аз, сондықтан видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен біз қазымызды маринаттап аламыз. Қаздың майы өте қалың болғандықтан, қыздар, мына жерде видеода көрсетілмеген, бір күн алдын міндетті түрде мұздай суға салып, 4-5 ас қасық тұз салып, тұзын сіңдіріп, суда бір күнге салқын жерде қалдыратын боламыз. Сол кезде бізде қаз өте жақсы тұзды және де жаңағы маринатын жақсы сіңіретін болып шығады. Өйткені бізде қаздың майы қалың болғандықтан тұзды сіңіруі қиын болады. Сол үшін де міндетті түрде бір түнге жаңағы салқын суға салып қоямыз. Содан соң, судан алғаннан соң жаңағы салфеткамызбен сүртіп, барлық жерін кептіріп аламыз және де осы керек емес қанатының ұшын кесіп тастайтын боламыз. Және де қаздың құйрық жерін алып тастауды ұмытпаймыз. Құйрық жерінде өйткені бездер көп болады. Содан соң мойнын да міндетті түрде кесіп алып тастайтын боламыз. Келесі кезекте маринатымызға көшеміз. Чесногымызды алып, осылайша майдай етіп, теркадан немесе жаңағыдай чеснок өткізгіштен өткізіп алатын боламыз. Содан соң бөлек ыдысымызға сұйық майымызды және де соевый соусты, содан соң кішкене ғана тұз, өйткені біздің маринатымыз тұзды суда тұрды. Дәміне қарай қосасыздар, соңында дәмін қарап көресіздер және де өзіңіз қалаған кез келген приправа, бірақ мына жерде жаңағы тауыққа арналған приправа, содан соң базилик қоссаңыздар да өте керемет болып тұрады. Осылайша барлығын салып араластырып алдық. Содан соң жаңағыдай бал қосатын боламыз. Қыздар, табиғи бал қоссаңыздар да өте керемет болады. Менде мына жерде магазиндегі бал. Осылайша бал қостық. Содан соң жаңағы өткізіп алған чесногымызды қосып жақсылап араластырамыз. Осылайша жақсылап араластырып алдық. Енді кезекте қазды үлкен ыдысқа салып аламыз. Қыздар, қаз үлкен болғандықтан осылай кең ыдысқа салсаңыздар маринаттау кішкене ыңғайлы болады. Сол себепті осылай үлкенде ыдысқа салып алыңыздар. Содан соң жаңағы маринатымыздың жарты бөлігін құйып, барлық жеріне сипалап жағып шығамыз. Ішіне де жағуды ұмытпаймыз. Содан соң қалған жарты бөлігін тағы да үстіне құйып, жақсылап жағып шығатын боламыз. Қазды жақсылап маринаттап алдық. Қыздар, енді осы ыдыста бетін жауып, салқын жерге кемінде 4-5 сағатқа, негізінде ұзағырақ бір түн сақтасаңыздар өте керемет болып маринатымыз сіңіп, піскен кезде де керемет болып тұрады. Сол үшін де уақытыңыз болса, бір түн алдын маринаттап салқын жерге қойып қойыңыздар. Енді біз қаздың ішіне салатын картошка, болгар бұрышы, пияздарымызды приправалар салып, әдемілеп маринаттап қоямыз. Осылайша барлығын үлкендеу 4 бөлікке бөлсеңіздер де болады, немесе 2 бөлікке бөліп салып, приправа, май, паприка салып, жақсылап араластырып қойып қоямыз. Қыздар, менің видеоларым ұнап жатса, әрі пайдалы болып жатса, менің видеоларымды жоғалтып алмас үшін, әрі басқа адамдардың да көруіне себепші болып, тегін лүпілдеріңізді басып және де комментарий жазып, маған тіркеле отыруды ұмытпаңыздар. Жақсылап картошкаларымызды араластырып аламыз және де өзіне керекті приправа майларын құйып жақсылап маринаттап қоямыз. Енді кезекте мінекей бір түн бойы менде салқын жерде балконда тұрды. Қазымызды алып, жаңағы табамызға саламыз және де қазды маринаттаған ыдыста қалған сұйықтықты төгіп тастамаймыз. Осы қаздың үстіне табаға құятын боламыз. Тағы да барлық жеріне жаңағы құйған маринатымызды жағып шығамыз. Содан соң дайындап қойған жаңағы ішіне салатын картошка, перецтарымызды салып шығамыз. Қыздар, ішіне қалауыңызша жаңағы күріш салсаңыздар да, гречка салсаңыздар да, немесе тек қана алмамен, тек қана апельсинмен пісірсеңіздер де болады. Мен мұнда картошка, перец және де арасына 1-2 тілім жаңағы апельсин салып жіберемін. Өте керемет болып шығады. Осы тәсілмен де міндетті түрде жасап көріңіздер.
Осылайша барлық жеріне ішіне тығыздап картошкаларымыздың барлығын салып шығамыз. Және де осы ашық тұрған бөлігін тігіп қоятын боламыз. Қазды маринаттаған кезде міндетті түрде бір түн алдын салқын суға, тұзды суға салып көріңіздер, қыздар, өйткені қаздың майлы қабаты өте қалың болғандықтан маринатты сіңіруі қиын болады. Сол үшін де солай суға салып қойсаңыздар, маринаты өте жақсы сіңіп, піскен кезде де керемет болып шығатын болады. Осылайша барлық жерін тігіп алдық. Қыздар, піскеннен соң бұл жіпті алып тастау өте оңай. Сол үшін де осылай ашық жерін тігіп қоямыз. Сол кезде ішіндегі картошкаларымыз да өте жақсы болып пісіп шығатын болады. Және де табамызда тұрған жаңағы соустарды үстіне тағы да бір-бір жағып шығамыз. Қыздар, міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 1-1,5 сағаттай пісіріп аламыз. Бізде қаз ұзағырақ піседі, өйткені бұл қаз қалың болып келеді. Сол үшін де ұзағырақ пісіретін боламыз. Алдымен жаңағы аяқтарын осылайша фольгамен жауып аламыз. Қазір алдымен бетін бір жарты сағат 40 минуттай фольга жауып пісіреміз. Содан соң бетін ашып қоямыз. Сол себепті аяқтары күйіп кетпеу үшін осылай фольгамен орап қоямыз. Сіздерге бір лайфхак: қаз пісірсеңіздер де, тауық пісірсеңіздер де, алдымен осылай бетіне пергамент қағазын қойып, содан кейін фольга қойып пісірсеңіздер, сонда фольгаларыңыз жаңағы тауықтың бетіне жабысып қалмайтын болады. Біз фольганы сразу тауықтың бетіне қойған кезде, алынған кезде кішкене жабысып қалады ғой. Егерде осылай пергамент қағаз қойсаңыздар, ешқандай да жабыспайтын болады. Дайын болған қазды алдын ала қызып тұрған пеште міндетті түрде 180-200 градуста алдымен 40-45 минуттай бетін жауып, содан соң бетін ашамыз, ары қарай тағы да 40 минуттай пісіретін боламыз. Барлығы бізде 1-1,5 сағатта қаз дайын болып шығады. Содан соң мен жаңағы қаздың ішіне салынған картошкадан бөлек тағы да пісіріп алатын боламын. Және де бұны қабығынан ашып, жаңағыдай бөліктерге бөліп, суда тек қана 3 минут қайнататын боламыз. Қыздар, одан көп емес. Содан соң бөлек ыдысымызға салып, өзіңізге ұнаған кез келген приправа, кішкене тұз, сұйық май, паприка салып, жақсылап араластырып аламыз. Және де табамызға салып, 180 градуста қызарып пісіргенше пісіріп аламыз. Картошканы да осы әдіспен жасап көрсеңіздер, өте керемет болып шығады. Арасы да пісіп, әрі қытырлап, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы әдіспен картошканы да жасап көріңіздер. Мінекей қыздар, бізде қаз дайын болды. Менде 1,5 сағатта пісіп шықты. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан 180 немесе 200 градуста пісіріп алатын боласыздар. Содан соң жаңағы аяғындағы фольгаларын алып тастаймыз. Және де ыдысымызға салып, өзіңіздің қалауыңызша сәндеп қойсаңыздар да болады. Мен осылайша тарелкамызға орналастырып алдым. Картошканы пісіргенде кеңкіретіп алсаңыздар, өте керемет болып тұрады. Қыздар, осы әдіспен міндетті түрде жасап көріңіздер. Кез келген мерекелік дастарханға қонақ күткенде қойсаңыздар, маринаты өте жақсы сіңіп, столыңыздың сәнін келтіріп тұрады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыздар, видеоларым ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, каналымның дамуына үлесіңізді қосып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Баршаңызға рахмет.